Халық жазушысы, қоғам және мемлекет қайраткері Әбіш Кекілбайұлының 80 жылдығына арналған қазақ күресінен жасөспірімдер арасында республикалық турнир өтті. Атырау, Батыс Қазақстан, Жамбыл облыстары және Маңғыстау өңірінің спортшылары қатысқан турнир туралы Әсем Сартбаева баяндайды. Құрмет Жакеев бүгінгі жарысқа Атырау қаласынан арнайы келген. 13 жастағы жас спортшы 4 жылдан бері қазақ күресімен айналысып келеді. Республикалық турнирге келгендердің бәрі мықты дейді атыраулық палуан. Осы күреспен айналысқан себебім болашақта Бейбіт Сыбай сияқты танымал күресшілер ұқсап білгім келеді. Ол үшін маған көп дайындық керек. Сондықтан мен осы тренировкаға сол Бейбіт Сыбай ағаларым сияқты танымал болғым келген үшін тренировкаға айналысып жүрмін. Қазіргі таңда мен тренировка айналып жүрген бірінші орын, екінші орын, үшінші орын бар. Әбіш Кекілбайұлының 80 жылдығына арналған республикалық турнир алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Додаға Атырау, Жамбыл, Батыс Қазақстан облыстарынан және жергілікті жас спортшылар барлығы 200-ге жуық жасөспірім қатысты. Жалпы жылдан жылға қазақ күресі өңірде жақсы дамып келеді дейді мамандар. Маңғыстау облысында қазақ күресі жылдан жылға артып келе жатыр. Палуандарымыз, қызығушылықтары өте жақсы, жыл сайын жарыстарымыз бар, республикалық жарыстарымыз бар, өзіміздің өңірімізде болады. Сосын облысымыздан қазір күрес жүрген Жаңабай, Мейрамбек, Нұрдәулет, Жарлығапов ағалар сияқты үлгі тұтады біздің жас палуандар. Соларға қарап Қазақстан барысына шықсам екен деген мақсаттары бар. Сол ағалар сияқты жолдарын берсін дейміз, үлкен-үлкен жарыстарды бағындырсын. Айта кетейік, желтоқсанның 3-4 күндері Нұр-Сұлтан қаласында алғаш рет жасөспірімдер арасында бала палуан республикалық турнир өтеді. Жүлде қоры шамамен 3-4 миллион теңге. Жақын күндері сол байқауға өңір атынан шығатын жасөспірім анықталады. Әсем Сартбаева, Ролан Аметұлы, Каспий ақпарат.